ойбай, бұны қалай өткіземіз, бұны қалай жасаймыз деп жыр болып, айқайлап, 4,5 миллиард теңгені қайдан табамыз деп ала сұрып кәдімгідей уайымдаған Астана қаласындағы халықаралық форум бүгін өтті. Ағайын, ең қызығы бұл жерде біздің қалтамыздан, біздің бюджеттен бір тиын да кетпеген екен ғой. Барлығын жаңағы спонсорлар қамтыған екен. Одан бөлек ағайын, осы форумға қатысушылардың қалтасынан шыққан ақша біздің еліміздің бюджетіне 2,5 миллиард па, 2,6 миллиард па қаржы түсірген. Енді менде ой болып тұр да ағайын, осы жерде пайдалану керек сияқты. Біз айтамыз ғой әрдайым туризм дамыту керек деп. Осындай форумдарды көбірек өткізейік та, және осы жаққа келген туристердің қалталарынан кәдімгідей ақшаларды шығарып қазынамызды толтырып алайық та. Сондықтан бұл форум осы жерде мен керек деп ойлаймын. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай бар ағайын, бұндай форум Қазақстанға не үшін керек? Себебі мынау Біріккен Ұлттар ұйымы деген бар да әлемде. Қаншама 80 жылдан бері істейді ол, және қаншама мемлекет кіреді құрамына, бірақ 5-6 мемлекеттің ғана сөз жүреді да, жаңағы Франция, Қытай деген сияқты да. Мысалға біз мына машинаны аламыз деп шешсек, Қытай тұрады да, жоқ бұл машинаны алмайсыңдар дейді. Болды, біз бұл машинаны ала алмаймыз. Неге? Себебі біздің сөзіміз жүрмейді ол жерде. Ал соны бүгін президентіміз айтты. Реформа керек Біріккен Ұлттар ұйымына, және де әрбір мемлекеттің сөзі жүретіндей қылып жасау керек дейді. Бұл керемет. Сондықтан бұндай форум бізге керек. Себебі бізде кукуруз охранять етіп жүрген жоқпыз ғой.